Сәлем қыздар, сіздермен осылай подливті қамыр дайындайтын боламыз. Мен керекті ингредиенттерін описанияға жазып қалдырдым. Барлығын осылай турап аламыз. Қазанымызға май құйып, өз қалауларыңызша құясыздар. Көп или аз, өздеріңіз білесіздер оны. Осылай етімізді салып жақсылап қуырып аламыз. Артынан пиязымызды саламыз. Кейін перцімізді салатын боламыз. Менде тоңдырылған перцтер. Осылай 2 ас қасық томат саламыз. Жақсылап араластырып қуыратын боламыз. Барлығын салып осылай қуырып аламыз. Сәбізімізді салып жібереміз. Артынан зіра саламыз. Көп салып жібермеңіздер, қыздар. Жақсылап араластырып осылай 3-4 кесе су құятын боламыз. Жай отта қайнатамыз. Енді қамырымызды дайындап аламыз. Менде дайын қамыр. Жақсылап жайып, видеодағыдай етіп кесіп аламыз. 4 бұрышты қылып. Енді ас қабағымызды пісіреміз. Қазанға су алып, 1 ас қасық тұз, қабағымызды жақсылап жуып салатын боламыз. Піскен ас қабақты аламыз. Сол суға қамырын салатын боламыз. 5-10 минут қамырымызды қайнатып, легенімізге кішкене подливтан құйып, қамырымызды алатын боламыз. Енді подливамызды құямыз. Үстінен кішкене қазы қоссаңыздар да болады. Подливкасына қоспасаңыздар да болады. Мен кішкене қазы қостым. Видеоға салмаппын оны. Асқабақтан кесіп үстінен қойып шығамыз. Осындай әдемілеп шығатын боламыз. Қыздар, ас болсын. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Алда тағы рецепттер шығаратын боламын.